Біреу машина алса, мен одан күшті машина алуым керек, үй салса, одан күшті үй салуым керек. Тамақ жеп жатқан жер болса, мен одан да мықты ресторанда тамақ жеуім керек. Мен ана әкіммен, депутатпен араласуым керек деп өзінің кластасын ұмытып кетіп жатыр қанша адам. Өзімен мынау болотадан бірге шыққан, ауылдан, батпақтан бірге шыққанды ұмытып, жаңа төбеден қарап класстастарына, достарына, бауырларына, ағайындарына сөйтіп қарайтындар бар. Міне соның зардабы келді бүгін. Ешкімнен көретін ештеңе жоқ. Кеше ғана кешке бір ағамызбен сөйлесіп, аға ауырмаңыз деп, естідім ауырып жатыр екенсіз десем, бүгін барып шығарып салдық соны. Барып жаназасына қатысып қайттық. Әшейін кетіп қалып жатыр, болды, как будто бір жаққа пойызға билет алып қойған сияқты. Уже күнде жаназа көре бергеннен кейін бар ғой, адам жүрегі де андай қатайып қалады екен бар ше. Алдында бір-екі күнде ойпырмай деп жүргенбіз. Кеше тура бір пойызға Астанаға, Алматыға шапсып жатқанда шапсала салдық. Біз де барып қаламыз артыңыздан дегенде қалып кеттік артында. Сондықтан да сақ бол дейміз ғой, дұрыс қой. Негізі одан бұрын басқа нәрсе бар. Құлшылық. 30 жыл болып егемендік алғанымызға әлі нормально дінге келе алмай жатырмыз. Өз билігіміз, өз дініміз, тіліміз өзімізде, тілімізде жөндеп қолдана алмай жатырмыз. Әлі сол орыс көрсек орысша сөйлейміз, немесе бір қазақ орысша сөйлесе орысша жауап береміз. Енді бәрі ондай емеспіз ғой, бәріміз ондай емес шығармыз, бірақ көпшілігіміз әлі, әйтпесе бүкіл ел болып, сол тілімізді, қазақ тілімізді бір күнде сөйлеп шықсақ бар ғой, біз деген уже сол күннен бастап уже Японияға қарай, Америкаға қарай дамый бастайды неге уже. Міне уже деп қосып отырмыз, көрдіңіздер ме? Қандай ауру, індет. Коронавирустан осы нәрсе жаман негізі. Сондықтан да бәрі бұл сақтықтан да емес, сақтықтан бұрын адам имандылыққа бет бұру керек деп ойлаймын. Өзімде жетісіп тұрған жоқпын, ойлап қалмаңыздар, мынау тақуа екен ғой деп. Тек қана причинасын мен түсіндім да неден екен.